сорпаны су ішіп жүрмін ғой, шаймен ішіп жатырмын ғой мен, сол жарамай ма дейміз. Біз өзімізге келгенде бір аяп қаламыз. Біз өзімізді бір жаңағы өмір бойы бұзылмайтын машина ретінде ойлайтамыз. Ол деген я болмаса айтады, бұрынғы я болмаса үлкен адамдар жаңағы ақыл деп жатса, ол асыл тұқымды ғой дейді. Міне біз салыстырмалы түрде айтатын болсақ, қазір кейбір қарттардың үйінде зел деген жаңағы тоңазытқыш бар әлемге шейін. Оны мысалға алып қараңыздар, енді салыстырмалы түрде ғой. Оның бүкіл керек заттарының бәрі кезіндегі совет үкіметі кезінде нағыз жаңағы темір болса темірден, қажетті ішіндегі заттардың бәрі натуральный қажет заттардан жасалған зат. Ал бүгінгі сосын ол күтіп ұсталуына байланысты солай емес па? Ыстық батареяның қасына қойған жоқ, оны сатып алған адам қандай еңбекпен алды ол кезде. Я болмаса ыстық затты салған жоқ, уақытысында суын ерітіп, жаңа мұзын ерітіп күтіп отырды, күтім жасап отырды. Ал қазіргі кездегі холодильниктерді алып қарайтын болсақ, оның барлығын мысалға фабрика, сол холодильник шығаратын заводтар өзінің еңбекке жаңағы соған затратын азайту үшін алмастырып жіберді. Темірді басқа пластикамен, тағы бір нәрсе, тағы бірмен алмастырды да, оның жаңағы сапасы азайды ғой. Бір. Екіншіден, ол сатушының ойында не бар? Оған 30 жыл, 40 жыл тұратын холодильник керек емес. Оған халықтың жылдам ауыстырып тұрғаны керек. Сондықтан олардың сапасы төмендеу. Біздің қазіргі күндеріміз сияқты ғой. Әрі ол адамның өзінің күтіміне де байланысты. Әр адам өзінің денсаулығына қалай қарайды, соған байланысты. Міне салыстырмалы түрде осылай айтатын болатын болсақ. Сосын ауа дегеннен айта бастаймын. Осыдан 35 жыл бұрын жаңағы мен жаңағы далада жайылып жүрген малдың шұбатқымызын ішіп жүрген дегеннен шығады. 35-37 жыл бұрын менің класстастарымның арасында өзінің жаңағы шопанның баласына, сиыршының баласына тұрмысқа шыққан қыздар болды, класстар сармары. Солардың балаларының арасында тұмсығы шошқа тұмсықты. Ана 35-30 жыл бұрын сондай өскен туылған балалар болды. Жаңағы аяғының, қолдың орнына балықтың құйрығы сияқты екі көздің өзіне бір көзді балалар туып өткеннен мен өзім куәмін оған. Ол сонда ауаның сол 35-37 жыл бұрын қандай бұзылғандығын көрсетеді ғой. Олар қалада тұрған жоқ, олар анау ауылда, ен далада малшының үйіндегі келіні ғой ол. Сол жердегі суды ішіп, сол етті жеді ғой. Соның өзінде, мысалға біз табиғат таза дейміз ғой, соның өзінде сондай балалар болғанбыз. Қазіргі кезде ауаның қандай екенін біз білмейміз. Оған енді неден бастауға болады, қандай көмек көрсетуімізге болады? Көбінесе қазір мысалға біз былай құтылуға тырысамыз. Жаңағы біз адам организмі аквариум десек, оның ішіндегі клетка, жасуша, балық деп ойлайтын болса, балық ауырған кезде оған тек қана бір таблеткамен басын аз уақытқа болса, жаңа басын ауырған қоямыз. Ал оны тазалану жағын ойламаймыз. Ол аквариумның ішіндегі суы қандай? Я болмаса соның басын жаңа таблетканы береміз де, жаңағы су ауыстырылмаған, ішінде қоқыс толып тұрған, қоректік заттар ішіріп жатқан жаңағы бұламық батпақтың ішіне қайтадан саламыз. Содан кейін бір айдан кейін қайтадан басым ауырды дегеннен шығады. Солай емес пе? Адам ағзасында триллиондаған клетка бар. Әрбір клетка қаншама секунд сайын 2 клетканы толтырады. Яғни сау клеткадан сау клетка, 2 сау клетка шығады, ауру клеткадан ауру клетка туады. Барлығы, яғни цепная реакция дейді ғой, бірінен бірі туындап отыратын зат. Бұдан енді қалай құтылуға болады, қандай жолдары бар? Ең бірінші, адам организмі 70% судан тұрады. Барлықтарыңызға да белгілі, қазір көзіміз ашық, сауаттымыз. Сол судың ең үлкен екі өзінің маңызды функциясы бар. Біріншісі, ол транспорт ретінде, яғни су бізге транспорт. Адам ағзасына қажетті, жаңа клеткаға қажетті оттегіні және қоректік заттарды клеткаға жеткізуші транспорттың қызмет етеді. Және адамның шек құрылыстағы токсиндарды шығаруға көмектесуші. Яғни су болмаса, сіздің ішкен шайыңыз, кофеңіз, соңыңыз ол қызметті атқара алмайды. Түсінікті болу үшін былай деуімізге болады. Түптік кілемді жайып, былай жинап, ішіне жоғарыдан мысалға сок, кофе, сорпаны құяйық та, біраз уақыттан кейін ашайықшы. Түктері біріне бір жабысып қалады.
адамның шегі де осылай ішінде жаңа 12 метр шектің ішінде түктер бар. Егер мысалға күнделікті жиналған уақытысында біз тамақ ішпейміз, тамақ ішетін болсақ еттің орнын бір нәрсемен, дәмдеуіштермен, неше түрлермен жаңағы қоспа дайындап соны жейміз. Уақытымен тамақ ішпейміз, я болмаса бір күні бойы тамақ ішпей жүріп кешкісін тойып аламыз, перекус жасаймыз. Бүгінге болады ғой, я себе бүгін все разрешаю деп тағы да бүлдіріп аламыз. Түнде тамақ ішеміз, күні бойы сосын тамақ ішпей жүреміз. Жаңағы токсиндардың барлығы мына шектің түгіне толып қалады. Сосын врач болсын, қай жерде болса да витамин ішсеңіздер, тазаланбай тұрған кезде витамин ішсеңіз, ол ана түкке сіңбейді. Өйткені кілемді сіз өзіңіз көресіз ғой, түк біріне бірі жабысып жатқан кезде ол жерге бір даже су құйсаңыз да бірден ерімейді ол. Яғни жеген витаминдеріңіздің барлықтары ол жаңағы қанға сіңбей, клеткаға жетпей, туалетті алтын туалетке айналдырып кетеміз. Ең бірінші заттар осы. Енді қандай шарттар болады осыдан шығу үшін? Міне осыдан шығудың үшін мына біздің Коралловый клубта 4 жолы бар. Біріншісі жаңағы өзімізді суға тойдыру, екіншісі тазалану, үшіншісі жаңағы қоректендіру, тамақтандыру, төртіншісі қорғаныс. Бұны неге Коралловый клуб дейтін болсаңыз, мен өзіміз қысқаша айтайын бір сөзбен. Мен осыған Коралловый клубқа денсаулықпен келдім. Денсаулық арқылы, денсаулыққа жаңағы дертімен дауа іздеп ешқандай медицина көмек болмағаннан кейін осы небір түрлерді пайдаланып келіп, осы Коралловый клубқа келдім. Оған маған себепші болған Эльмира Сарбасова, ең бірінші маған оны түсіндірген Жанар Оразова, кластасымның келіншегі. Оған мың рахмет, Алладан қайтсын еңбегі. Ол 2008 жыл болатын. Өйткені маған медицина ешқандай көмек болмады. Маған айтқаны екінші группа береміз дейді, инвалидності. Ал маған үй салу керек болатын болды, бала шағамды асырау керек болатын болды. Сондықтан мен басқа жолдарын жанталасып іздеп жүріп осыған тап келдірді Құдай. Міне сондықтан бұл туралы, именно Коралл клубтың өнімдері туралы міне 17 жыл өткеннен кейін сахнаға шығып айтуыма маған рұқсат деп ойлаймын. Өзім сенімді болғандықтан айтып тұрмын. Онымен қатар бүгінгі күні менің анам бар 85-те, айналамдағы сіңілім балалардың барлығы да әйтеуір күнде болмаса да барлық уақыттарда ауырғанда ішеді осыны. Жылына 2 рет, 3 рет болсын да ішіп жатады. Әркім өзінің жағдайына байланысты, жаңағы психологияға байланысты, ауырған кезде жанталасып іздейтін, соған байланысты ғой енді. Ал мен өзім үздіксіз ішіп жүремін. Үздіксіз әр уақытта ішіп жүремін. Бірінші судан аламыз. Жаңағы су қандай болу керек? Біздің ішетін 70% организмдегі су қандай болу керек? Ол сілтілі болу керек, ол структуралы болу керек, ол минералға бай болу керек. Мына Коралл майын суы детокс программада. Сіздерге айтып жіберейін. Міне алдарыңызда тұр ғой. Коралл детокста бар, детокс плюс продукциясында бар. Осындағы Коралл майын суы адамның құрамындағы бірден бір сәйкес болып келеді. Қанның құрамы, адам ағзасындағы, сау адамның ағзасындағы қанның құрамы қандай болу керек? Коралл Жапониядағы терең мұхиттан аралған маржаннан шыққан, маржанның содан алып шыққан, бұны қалтадағы санаторий деп алуға болады. Егер сіздер бұған дейін мысалға жылына бір рет санаторияға барып 14 күн минеральды суды ішіп, содан кейін қайтадан бір жыл бойына баяғы фильтрленген суды ішіп жүретін болсаңыз, бүгінгі күнде мүмкіндік бар. Мына Коралл майынды постоянно қалтаңызға салып, күнде ішіп жүретін болсаңыз, бүкіл қанның структурасымен бірдей болып есептеледі. Онымен қатар детокста, детокс плюс құрамасының арасында H-500 деген бар. Бізге ағзамыз сілтілі орта болу керек. Қышқыл орта болатын болса, ол өлімге жұмсайды, өлімге қаратасың, ал сілтілі орта болса, белсенді өмір сүруге болады. Көп жағдайда біз мына жұдырықтай асқазанымызды 3/1 толтырудың орнында жаңағыдай артық тамақ ішіп аламыз. Сол кезде өзімізге жаңағы туғанда берілген сілтілердің әлі келмей қалады. Есіңізге, мысалға көзіңізге елестетіп көріңіз, сіз миксерге толтырып морковты, картопты салып алсаңыз да нығыздап тұрып, араластырып көріңізші, пышақты сындырып жібереді.
Я болмаса жаңағы кастрюльге нығыздап туралған капустаны салыңыз да тұздап бұрыштап қолыңмен араластырып байқаңызшы, келмейді. Сол сияқты біз шектен артық тамақ ішкен жағдайда біздің асқазанымыздың өзінің әлі келмей қалады. Әлі келмейді де, ол жерде оказывается, мысалға еттің өзі 6 сағат болады екен қорытылу үшін. 6 сағат кетеді. Басқалар айтпағанда. Біздің көп жейтініміз ет қой, енді етті тамақтар ғой. Ол шекке түскенде де тұрады жаңағыдай. Ана шек тікер жібереміз ары қарай. Содан олар токсиндер уланып шыққан қанға өтеді. Міне сол уланып шыққан токсиндер қанға өткен кезде жаңағы адамдарда давлениенің, я болмаса сахарный диабетке ұшырайтын осыдан болар деп ойлаймын. Әрине мен дәрігер емеспін, бірақ ғалымдардың айтуынша қағаз көзінде неден интернеттен оқығанда солай деп айтып жатады. Ол шындық болар деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы коралл детокстың ішінде міне H500 бар, ол минус адамның сілтілі керек дегеніміз минус 500, яғни бірден бір антиоксидант теңдесі жоқ бұл дүниеде. Үшінші продукты ол жерде ассимилятор. Ассимиляторды бір ауыз сөзбен стиральный порошок деуге болады. Сіз кір жуарда стиральный порошок сіз жумайсыз ғой. Міне ассимилятор сол. Одан кейінгі калиевый натриевый насос пентакан. Бір ауыз сөзбен айтқанда. Люцерна кезінде Совет үкіметінің кезінде көп жаңағы облыстарда егіп жылқыға беретін. Солымен қатар. Міне люцерна дегеніміз ол шаңсорғыш деп айтуға болады. Клетчаткаға өте бай, жаңағы ағзадағы токсиндерді сорып алатын бірден бір өнім болып есептеледі. Міне осымен біз бірінші тақырып суға қандырсақ организміміз, екіншісі тазалану. Грек тілінен аударған кезде паразит деген сөз арам тамақ. Не болмаса өзінің түскі тамағын біреудің үйінен ішіп жейтін адам. Біз паразитсіз адам болмайды, өйткені паразит мөлшерден тыс болған кезде бізге ол өзімізге денсаулығымызға әсер ете бастайды. Бірнеше мысалға тағы да оқыған, жазған нелерден қараған кезде адамның жүрегіне операция жасағанда жүректегі тамырды бітеп тастаған паразиттер, мидағы жаңағы кішкентай нәзік тәмірлерді бітеп тастаған деп миын операция жасап жатқанда тоже паразит толып тұр дегендер болып жатады мысалға, иә. Паразитті біз сондықтан өсірмеуіміз керек. Паразит үшін біз бүгінгі күні асханамыз, бүгінгі күні туалетпіз, бүгінгі күні даже моламыз. Өйткені паразит ең бірінші адам ағзасына витамин түскен кезде, оның бірінші витамин паразит жейді, егер тазаланбайтын болсаңыздар. Сондықтан бұл паразит көбейеді. Ол паразит өзінің әрбір түріне қарай өзінің өлетін уақытта болады. Оның барлығы іште жинала беретін болса, токсиндер содан шығады. Сондықтан жылына 3-4 рет тазаланып отыруымыз керек. Біздің коралл клубта оған неше түрлі керемет продукттер бар. Калавада плюс, парашют плюс сияқты. Оның ішінде барлығы кезіндегі ғалымдар 20 жыл бойы неше түрлі тәжірибеден өтіп, соның ішінде Альберт Зер ойлап тапқанына Калавада плюсты, солардың барлығы бар. Сонымен көп уақытымызды өзіміздің алмай, көп ойланып жатпай, тазаланып отыруымызға мүмкіндік бар. Үшіншіден, одан кейінгі тамақтандыру, оған менен нутрипак бар. Жоқ, Калавадан айттым ғой. Нутрипак бар, кардиопак. Жаңағы бұл қоректендіру, адамның ағзасына қажетті заттарды өзімізге толтырып отыру. Бүгінгі күні 95% адамдар тек қана емделумен айналысады екен дүние жүзінде. Тек қана 5%-і белсенді өмір сүріп, өзінің сапалы жаңағыдай денсаулығын күту үшін, алға қарай жақсарту үшін, ұзақ ғұмыр үшін соған алға қарай еңбектенеді екен. Сондықтан егерде сіздерде барлықтарыңызда емделіп емес, одан да қазірден бастап алға қарай жүріп, өз денсаулықтарыңызды денсаулықтарыңызды жаңағыдай жақсарта отырып, сонау 80-90-ға дейін сапалы өмір сүремін десеңіздер, мысалға бірден бір осы продуктілерді пайдалануыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.